Тұрғын үй жағдайларын жақсартуға бағытталған мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру аясында 2-10-20 және де 5-10-20 бағдарламаларына өтінім беру бейненұсқаулығы. Өтінім беру үшін алдымен отбасыбанк.kz жылжымайтын мүлік порталына кіру керек. Жоғарғы оң жағындағы кіру батырмасын басамыз. Телефон номеріңіз бен құпия сөзіңізді жазыңыз. Ұялы телефоныңызға келген SMS-кодты енгізіңіз. Құттықтаймыз, сіз порталға кірдіңіз. Өтініш беретін объектіні оңай әрі тез таңдау үшін өңір мен нысанның кодын жазып, табу батырмасын басамыз. Әрмен қарай өтініш берілетін нысандардың тізімі шығады. Өзіңізге керектісін таңдап, толығырақ батырмасын басыңыз. Бұл парақшада хабарлама туралы толық ақпаратты біле аласыз. Мысалы, фотоларын көре аласыз. Қысқаша сипаттамасы. Толық сипаттамасы және де картада қай жерде орналасқанын көре аласыз. Ал экранның оң жағында пәтерлердің іске асырылатын түрлері тұрады. Яғни пул. Дәл осы жерде өзіңізге керекті бөлмелі пәтерді таңдап, пәтердің бағасын біліп, шаршы метрін танысып, қолжетімді пәтерлер саны мен өтінімдерді қабылдау күнін білсеңіздер болады. Керекті пулды таңдаған соң өтінім беру батырмасын басамыз. Бұл парақшада өтініштерді қабылдау туралы хабарландырумен толық танысып шығыңыз. Бұл бетте өзіміздің пулымызды, яғни таңдаған пәтерімізді көріп, депозитімізді таңдаймыз. Өтінішпен танысып, қол қоямыз. Келген SMS-ті теріп, растау батырмасын басамыз. Құттықтаймыз! Сіздің өтініміңіз сәтті берілді. Өтінімге өту батырмасын басып, өзіңіздің берген өтінішіңізбен толық таныссаңыз болады.